мынау дейтін точно старший врачтың комнатасы ғой. Не болған мына жерге? Жан жақтың бәрі қағаз, мағаз. Мынау не? Блокнот па не? Көрейік не жазылған екен. Мен бұл аурухананы жабуға мәжбүрмін. Мен бұның не екенін таба алмадым. Бұның бәрі белгісіз пациенттен басталды. Біз оны сырттан келген соң бізге жіберілген пациент екен деп қабылдадық. Бірақ ол сыртта жан тапсырды. Сол кезде жанымызда 66-шы пациент болатын. Сол ең бірінші болып сол пациентпен контактіде болды. 66-шы пациенттен екінші күні агрессия, өз-өзімен жиі сөйлесу симптомдары байқалды. Біз оны жалғыз камераға кіргіздік. Бірақ не болды? Жалғыз қайда мынаны? Так, бәрі белгісіз пациенттен басталған, Сосын 66-шы пациент. Оны жалғыз камераға қамадық деді. Мынаны қараңдар. Қараңғы бөлме, ортада орындық. Реально қорқынышты ғой мынау дейтін. Бұл бізде пациент 66. Маған енді осы туралы данныйлар керек. Мен білу керекпін ғой, немене бәле екен бұның. Так, сыртта ешкім жоқ, Бұл жерде бәрібір данныйлар сақтайтын жер болу керек қой. Архив. Бұл жерде точно архив болу керек. Так, ашық шығар, дәл өзі. Енді осы жерде маған іздеу керек. Пациент 66. Пациент 66. Опа. Мына жақта 50-ші номерлер тұр ғой. Мына жақта точно болу керек. Так, камера, сен осында тұра тұр. 66-ші номер, 66-ші номер. Так. Чё за? Как будто ана бәле мені аңдып жүрген сияқтышы. Бір артымнан келіп ұстап алатын сияқты. Ладно, маған тек тез табу керек осыны. Міне 66-шы пациент. Есімі Самара Морган дейді. Жынысы әйел, жасы 28. Базар жоқ, бүкіл даныйлар бар ғой мынаны. Маған бұның қай номерде тұрғаны керек, моргтағы номер. Так, енді осы жерден іздеу керек. 18-ші номер. Примерно қайда тұр? Міне тұр. Екінші этажында тұр ғой мынау. Биікте тұр екен сәл. Так, менің идеям осылай болып тұр. Егер бұл шынымен елес болса, бұның денесінің сүйегін өртесе, денесі босатылады. Сөйтіп елестен құтылады деген идея менде қазір. Ал қазір маған қызық болып тұрғаны мына бөлме. Бұл жақта не бар? Мынаның есі қатты ғой мынаның. Опа, кетті. Мынаның іші темір. Мынау как раз денелерді өртейтін жер емес па? Так, достар, мен қазір бәрін дайындап алайын, сосын барып камераны қосам. Әйтпесе маған мешать етіп жатыр. Міне достар, мен отқа жақтым денені. Маған қызық болып тұрған мына елес тыныш болып тұршы. Чё за глюки? Жұмыс жасап жатыр ма не? Значит, әсер етті ма? Ол осында. Кет. Жоқ. Маған тірі ғой. Бұл дейтін жоқ болып кету керек еді ғой. Чё за? Керісінше ашуландырып алған секілдім ғой. Ойлан, не істеуге болады? Запискада айтты, белгісіз пациент келді деп. Біз оны жерледік деді, Жерлеу керек. Оны топыраққа жерлейді ғой мынау дейтін. Получается шынден емес қой, значит. Маған тез сыртқа шығу керек. Онда тез. Есікке қарай. Есік ашық тұр ғой. Есік ашылды ғой. Мен жіберді ма не сонда бұл? Бірақ жоқ. Мен мына істі соңына дейін апару керекпін. Шын дене осы сыртқа жерлесе, осы жақ болу керек қой. Мынау не тақ? Осы емес пе? Өз жалғыз тұр ғой мұнда. Точно осы. Так, камера тұра тұр. Мен мына жерді қазу керекпін. Так, міне достар, денені таптым. Бірақ мен бұны қалай өртеймін қазір?
дымқылданып қалған шығар әбден жердің астында. Мен бұны құрғақ жерге ішке кіргізу керекпін. Ал достар, мен мынаны құрғаққа кіргіздім. Бензинді шашып отқа жақтым. Енді жұмыс жасау керек бұл. Так, камера көште жатыр. Ол келді. Осында. Жоқ. Маман тей салмай жатыр ма не? Сонда. Әсер жатыр. Самара, кет, Самара. Сен қорықпаймын. Не? Тесілкін жатыр ма, не болып отыр өзі? Бітті ме? Кетті ме? Точно кетті. Негізі, мен сенімдімін. Бәрі дұрыс әсер етті негізі. Мен жеңдім, достар. Елестен құтыла алдық. Ал достар, бұл өзі қызық оқиға болды. Контент түсірем деп келіп, қамалып қалып, әрең дегенде шықтым осы жерден. Бұндай заброшкаға просто так келмеңіздер. Кім білсін не бар екен. Мен енді барып демалайын. Мына историяны точно монтаждап салу керек болып тұр ғой. Әдемі контент болды. Ал сіздермен бірге болған Жүнісбек. Сау болыңыздар.